Баршаңызға сәлем. Сіздермен бірге Азиза. Менің каналыма қош келдіңіз. Менің видеомды қарап жатқаныңыз үшін көп рахмет. Мен бүгін сіздерге супер дәмді рогаликтердің рецептісін ұсынбақшымын. Менімен бірге болып видеоның соңына дейін қараңыздар. Сосын әрине менімен бірге жасап көріңіздер осы рецепт бойынша. Сіздерге бұл рецепт міндетті түрде ұнайтын болады. Ол үшін бізге қажетті заттар: сүт, ұн, ерітілген сары май, аздап қант және 3 жұмыртқа қажет. Заттардың мөлшерін төменде жазып қалдырамын әрдайымғыдай. Сол жерден қарап жасасаңыз болады. Ең алдымен жылы сүтке дрожжды салып, аштығымызды салып 15 минутқа қойып қоямыз. Аштығымыз кішкене көтерілу керек. Сосын бөлек ыдысқа жұмыртқамызды шағып, осылай шамалы араластырамыз. Қантты жұмыртқаға қосып араластырсаңыз болады, немесе алдын ала сүтке қосып ертіп қойсаңыз болады, жылы сүтке қосып. Осылай жұмыртқамызды араластырған соң сүтімізді қосып шамалы араластырып жібереміз. Ерітілген сары майымызды қосамыз. Аздап тұз қосып жіберіңіздер, аздап шым-шым тұз қосып жіберіңіздер. Сосын ұнымызды қосып қамыр илейміз. Қамыр жұмсақ, нәзік, әдемі болып шығады. Қолмен қамыр илеп аламыз. Қамырымыз міне дайын, жұмсақ, қолға жабыспайтындай әдемі нәзік қамырларымыз дайын. Тез үйленуіне көп уақыт кетпейді. 5-6 минутта илеп боласыздар. Тез дайын болады. Май қосылғандықтан әдемі қамыр болып шығады. Енді осы қамырларымызды жұмыс істеуге өзімізге ыңғайлы болу үшін әрине 4 бөлікке бөліп аламыз. Осылай 4 бөлікке бөліп, бетін жауып қойыңыздар, шетінен бүрелеп алып істей бересіздер. Қамырымызды оқтаумен жаямыз осылай. Аса жұқа емес, аса қалың емес, көріп тұрғандарыңыздай 0,5 сантиметрден жайып шығамыз. Сосын үлкен жағынан кіші жағына қарай осылай орап аламыз, айналдырып ораймыз. Арасына мен вареный сгущенка қолдандым, қойытылған сүт қолдандым. Енді сіздер өз қалауларыңыз бойынша, өз талғамдарыңызға сай қолдан не бар, сол заттан жасай беріңіздер. Шоколад қоссаңыз болады, джем, варенье қоссаңыз болады арасына, немесе жай ғана қант сеуіп істесеңіз болады. Алдын ала 180 градус қыздырылған пеште 15-20 минуттай пісіріп аламыз. Шамалы қызарса дайын деген сөз. Осылай сіздер де жасап көріңіздер. Дәмді әрі әдемі болып шығады. Менде осы мөлшердегі заттардан 44 штук рогалики шықты. Астарыңыз дәмді болсын, сіздер де жасап көріңіздер. Сау болыңыздар.